Ассалаумағалейкум. Бүгінгі айтатын ұлы тұлғамыз Асан Қайғы Сәбитұлы жайында болмақ. Ол 14 ғасырда ғұмыр кешкен, Алтын Орданың қазақтың данышпан ақылгөй жырауы, бас биі. Оның өмір сүрген тұсы Алтын Орда және қазақ халқының қалыптасу кезеңіне сай. Аңыздарда әкесі Сәбит 18 мың ғаламның құстың жан-жануардың тілін білетін көріпкел әулие, атақты саятшы болған деседі. Ол баласын ес білгеннен осындай қасиеттерге баулып өсіреді. Асан бозбала кезінен-ақ ақындық, жыраулық, шешендік, тапқырлық өнерді жете меңгереді. Ел дауын, жер дауын, әдет-ғұрып мәселесін шешерде оның ақылдылығы, алғырлығы, кесімді, шешімді билік сөздері өзге би шешендерден үстем болып шығады. Жырау әз Жәнібекпен бірге талай-талай мәселелерді басқаруға, шешуге араласады. Ол тек жырау емес, мемлекет қайраткері, ақын, би, философ. Жырау ең алдымен хандық, үкіметті күшейтуді, елдің қорғаныс қабілетін арттыру қажет деп санайды. Жырау бір кездері әз Жәнібек ханды уақытша табысқа масаттанып кеттің, қазақ халқының болашағын ойламайсың деп сөгеді. Асан Қайғы қойға, қошқар, жылқыға айғыр салмай, бура шөгермей, сиырды бұқасыз сақтап, малды 3 жылға дейін ту қылып ауған екен. Мұнысы көшкен елге төл аяқ байлау болмасын дегені болар. Асан Қайғы есімі тек қазақ халқына ғана емес, басқа да ағайын халықтарға кеңінен тараған. Жырау толғауларында философия және психологиялық сөздердің мәні, атқарған рөлі ерекше. Жыраудың нақты жерленген жері белгісіз. Ол бойынша екі түрлі дерек бар. Біріншісі Жезқазған облысы Ұлытау ауданында, ал екіншісі Қызылорда облысы Шиелі ауданындағы Шиелі ауылынан 16 шақырым жерде делінген. Асан Қайғыға арнап жасалған ескерткіш Асан ата кесенесі Жеті-әулие қорымында орналасқан. Осы видеомыз сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, қазақша арнаның дамуына атсалысыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды.